Жол көлік оқиғасын болдырмау, қылмысты алдын алу шұғыл оперативтік шараны Ішкі істер департаментінің қызметкерлері, мамандырылған күзет басқармасы, жол полиция басқармасының және арнаулы жасақ Арлан тобының жауынгерлері осы түнде қала орталығында 195 тәртіп сақшылар түнгі қаланың тыныштығын бақылады. Полиция қызметкерлері бұл күні 21 автокөлікпен қала орталығына шықты. Ақтау қаласында оперативтік шұғыл шара өткізілуде. Ол шара өткізудің мақсаты жол қауіпсіздігін алдын алу, қылмыстың алдын алу, қылмысты ізін суытпай ашу, сондай шаралар өткізіледі. Жаңа Өзен қаласында өткізілді соңғы рет осы 10 күннің арасында. Оның қорытындысы бір күннің ішінде 24 жүргізуші ұсталды. Арақ ішкен мас күйінде автокөлік жүргізген үшін. Бұл шараның себебі жаңа айтып кеткендей, жол ережесін дөрекі бұзған жүргізушілерді ұстау, және де қылмыстың алдын алу. Ең үлкен мақсат адам дене жарақатына жол көлік оқиғасын жібермеу шаралары ұйымдастырылды. Ақкөл Ақсу. Ақкөлде обстановка нормально. Транспорт тыныш. Стоячих машин нету? Хорошо, понял вас. Байланыс жүйесіне құлақ түрсек, жол ережесімен қала тыныштығын бұзушылар көп. 6 сағаттық рейд кезінде спирттік ішімдік ішіп мас күйінде рөлге отырған 29 жүргізуші ұсталды. Олардың ішінде 2 адам есірткі заттарын пайдаланып рөлге отырғаны анықталды. Сыра зауытына қарсы жолда түнгі сағат 22:00 шамасында ВАЗ-2106 автокөлігінің жүргізушісі қатты жылдамдықпен өткен. Майы қызметкерінің тоқтатқанына қарамай, бой тасаламақ болған жас жігіт саяжай ішінде аңдамай шұңқырға кездесіп жарақаттанды. Өзімдікі, ағамдікі. Мен өзім праваларым жоқ, ағамның документтері бар, я. Дәмес болғанда, просто балдарым жұмысқа не алуға апарып тастап қайтып келейін деген. Мына жүріп тұрам мен, келесі көшеде. Скоростьті қарашы, скорость өшінек. Ой, жоқ, да. Аваля, болды. 5-ші шағын ауданда жол қауіпсіздігі ережесін бұзған мас күйіндегі 2 жігітті тәртіп сақшылары медициналық айықтырғышқа алып келді. Біз тілдесуге ниет білдіргенімізбен нәтиже шықпады. Ішімдікті шамадан тыс пайдаланған екеуі де сөйлесе алмады. Вот купили, да? Да. Вот. Пацан, блядь, ноги отрубил, нахуй, в общаге, нахуй. 47 лет, можете, блядь, проверить. Ногу вместе, пожалуйста. Да? Вместе работаем. Я сварщик. А хороший, да, руку передержи вот так. Вот. Медициналық айықтырышқа тағы бір азамат алып келді. Ол майы қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен. Жағдайдың қалай болғанын Жеңіс Мұсаев былай деп түсіндірді. Сағат 11 шамасында 23 микрорайон 13 домның 13 үйдің алдында осы ВАЗ-21-31 Нева автокөлігімен жүргізіп жатқан осы жүргізушіні тоқтаттық. Тоқтатқаннан кейін құжаттарын тексеріп, жүргізуші куәлігі жоқ екен, және машинаның ішіне үңілген кезде наркотикалық заттардың иісі шығып, сосын осы наркологияға алып келдік. Қарсылық білдіріп, бізбен жағаласып қан тоқтамай қашқысы келіп, подкрепление осы жігіттерді шақырып, бәріміз бірге осында алып келдік. 26 шағын ауданда жол ережесін бұзған жүргізуші майы қызметкерлерінің тоқтатқанына қарамай қашып құтылуға әрекеттенді. Байланыс жүйесі арқылы көмекке шыққан 2-ші автокөлік оны 27-ші шағын аудан 40-ші үйге қарсы жолда тоқтатты. Достықтың қарама-қарсында тоқтатқан, жаңа 959, біреуге аварийный ситуация жасап кеткен үшін. Ол тоқтамай қашты, фарын сөндіріп. Перекрестікке келіп, қызылға, солға орылып кетті. Содан 27-ші микрорайонның ішінде 45-ші домның қасынан ұсталды ана бала. Путем преследования қайшаны тоқтайды, өзі сосын барып ұстаймыз біз қасынан келіп. Қандай себеппен тоқталды? 27-ші микрорайонда аржаннан тағы подкрепление шыққан. Солар келген кезде алдына тұрып қалды өзі. Спецназ болды қасымызда. Қарсылық білдірді ме? Қарсылық білдіргенде жаңа неповиновение істеді болды. Volkswagen автокөлігіне мас күйінде отырған жүргізушіні майы қызметкері тәулік бойы қызмет істейтін ішімдік және есірткі сараптау комитетіне алып келді. Таныстарына ұялы телефон арқылы шығып қорқытпақ болған ол қашып кетпек болды. Подойди.
Ну где это ваш обследователь, короче, сюда? Ну меня поймали ваши сотрудники, блин. Да, я выпивший сегодня. Давай. Что, по-вашему, они играть, что ли? Я не говорю, что они работают, они? Я тоже работал. Я 20 лет отдал, тоже в органах внутренних дел. Видите, на здоровье. Но за рулем зачем ходиться? Правильно? Ну, первый раз, да, это самое. Ну, ты первый раз попал, да? Ну, Что, по-вашему, наши неправильно делать, что ли? Я что, аварию совершил, что ты сделал? Жол полиция қызметкерлері тоқтатқан екінші жүргізуші де мас күйінде рульге отырғаны анықталды. Вы на машине ехали? Почему мне спрашивать? Бахадин, вы на машине ехали, вы за рулем ехали, правильно? Я за рулем ехал. В нетрезвом состоянии, правильно? А машина чья, Бахадин? Твоя машина. Как ты рядом, и вот это старшина, вот, как ты, и вот машина. Тот он тоже меня поймали, что я... Ты машина Вы там выпивший? делал, да? Бахадин, вы выпивший? Я выпивший, но я нормальный, я просто не пьяный, так, не трезвый, это самое. Среднее состояние, да? у Я вас? не потерял пока. Себя контролируйте, я вас так Да, понял, я правильно? контролирую себя. Жұмыс барысында шамамен бірдің кезінде екінші шағын аудан 14-ші үйге қарама қарсы Audi 80 автокөлігі тоқтатылды, яғни мемлекеттік номерсіз айдаған үшін. Документ тексеру бабында, яғни шопырдан ішімдік суға деген күдік туғыздық. Бірінші шағын аудандағы наркодиспансерге апардық. Дәрігер спирттік ішімдік ішкендігін дәлелдеп берді. Содан автокөлікті автотұраққа жауып, яғни бұл азаматтың өз өмірге төлқұжаттары құжаттары жоқ, тек қана паспортынан басқа. 22 шағын ауданда әскери госпитальге қарсы жолда жол көлік оқиғасы тіркелді. Бұл жерде ВАЗ-2107 автомашинасының жүргізушісі ВАЗ-2106 автокөлігінің жүргізушісіне соққан. Нәтижесінде жедел жәрдем станциясының қызметкерлері ВАЗ-2106 автомашинасының жүргізушісін облыстық ауруханаға алып кетті. Соңғы кездері жол көлік оқиғасы көбеймесе азаймай отыр дейді май қызметкерлері. Документтер бар ма? Документіміз. Қалтаңда болса бере қойшы. Осы кезекті рейдімізден біз мас күйінде автокөлік жолында ес-түссіз жатқан бойжеткенді кездестірдік. Ішімдікке сылқия тойған жас қыз кінәсін мойындамақ түгіл полиция қызметкерлерін балағаттаумен болды. Ваши же, идиот. Нельзя было до такой степени. Ебаный. Ну на. Все в крови, ну. Чьим машиной что? Моим машинам, да, я мимо проходил, в артиллерии автомат играл. Машину поставил, выходил. Пойдем вытащи документы от машины. За что я не понял? Покажи, документы есть у тебя? Личность. Жол қауіпсіздігі мен қылмыстың алдын алу шарасына арналған 6 сағаттық рейд кезіндегі қаламыздың түнгі тынысы осылайша көрініс тапты.